Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге жұмыртқа қуырғаннан да оңай рецепті ұсынамын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және бұл рецепт күнделікті жеп жүрген жұмыртқаңыздан әлде қайда дәмдірек болады. Сонымен біз таңғы асымызды дайындауға кірісейік. Ең алдымен мен осылай аскөкті пайдаландым. Аскөкті қосу міндетті емес, егер сіздерде бар болса, дәмін, түрін әдемі келтіру үшін қоссаңыздар болады. Ұсақтап турап аламыз. Құрметті көрермен, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, міндетті түрде каналыма тіркеліп кетуді сұраймын. Себебі менің каналымда қол жетімді заттармен оңай, тез дайындалатын тағамдардың рецептісін көре аласыздар. 1 штук помидорды ұсақтап тураймыз, 4 бұрышты етіп. Бұл рецепт 2 адамдыққа арналған. Егер сіздің семьяңызда, отбасыңызда көп адам болатын болса, бұдан да ішіне қосатын заттарды көбірек саласыздар. Одан кейін колбасамызды ұсақтап 4 бұрышты етіп тураймыз. Үйде не бар, соның барлығын осылай қосып, дайындап жасасаңыздар болады. 2 жұмыртқаны жарып алдым, оның үстіне шымшым тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін табамызға кішкене ғана май құямыз. Оның үстіне осылай жұмыртқамызды құямыз. Құйған жұмыртқамыздың үстіне дайындап қойған заттарымызды саламыз. Газдың астын төменгі отқа қоямыз, бетін жауып пісіреміз. 5-7 минуттан кейін осылай жұмыртқамызды орап алатын боламыз. Мінекей біздің жұмыртқамыз пісті. Енді осы жұмыртқамызды 2-ге бөліп, ортасынан тәрелкемізге салып орналастырсаңыздар болады. Осылай орап салу міндетті емес, тура солай домалақ қалпында тәрелкеге түсіре берсеңіздер болады. Мен әдемілік үшін және ерекше болу үшін осылай әдемі етіп орап қойдым. Өте жұмсақ, нәзік, ең бастысы барлығын араластырып табаңызға сала саласыз. Оның үстіне соус териякиді қостым. Және қасына қияр мен қызанақты салсаңыздар болады. Немесе салат жапырақтарымен өзіңіздің фантазияңызға қарай әсемдеп жасап ішсеңіздер болады. Мінекей біздің таңғы асымыз дайын. Үнемі көтеріңкі көңіл күйде жүріңіздер деген оймен сіздерді келесі рецептте күтетін боламын. Менімен бірге болыңыздар.